Бүгінгі видеода мен өте нашар жағдайға тап болдым. Оны мыжып айтудың қажет жоқ, достар. Видео ұнаса лайктарыңызды басып, арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Ал біз бүгін ең сәтсіз күніміздегі видеоға кеттік. Мына кім звондап жатқан? Ё-моё, бытшын шығарды оны ойынның. Алло. Алло, досым, Чё там, қайдасың? айта берші, не болды? Мен машинамды сочи тастап кеттім, саған жөнелтейінші. Не машина? Ой, новый машинам өзі, давай. Ой, сендер не, мен сантехник деппін ғой. Машина жөндей алады деп, телефон қоя салған несін ау? Қуама, машинаны тастап кеттім деген нес? Жындым, өлә, мен тек ойыннан шығар жерді ғой, мен дата ғой ше. Ой, тегініп. Именно бір ойын ойнатқан кезде звондап қанша еді ғой, айтпесе таң азаңмен мені кім іздейді десең, ой, іздейді, по делам іздейді еще, ё-моё. Ана машинасын жөндеп бермесем, ертең анау тағы жылайды ғой. Ё-моё. Мынау жүретін машина ма өзі? Мынау быт қой. Вот сәл жүріп тұр екен. Не дауыс шығып жатыр мынадан? Ё-моё. Мынау ручник істемей ма қалай? Ебам, не машина мынау, мен мынаны қалай жөндеймін? Бұның капоты қалай ашылатынын да білмеймін ғой мен машинаның. Ё-моё, не, құрсыншы сосын жөндеп тұра берсін есіктің алдында. Мен далаға шықпағалы 27 сағат болыпты. Таң атып, кеш батып, дым білмей қалсын, ойынның ішіне кіріп кетіппін же. Анаяқта, опыно, детельдер жиналып қалыпты ана жерде. Кеттік, барып қайтайық біздерде. Не болып жатыр? Қаяқ қашып баратсыңдар мені көріп? Чё там? Аташка? Чё там? Не болып жатыр? Ринат, бұдан бір атаға айтшы. Ауылда бос үй жоқ, маған ауылын үй тауып беріңдер деп қоймайды. Аташка, сіз чё там? Ассалаумағалейкум. Ауылда бос үй жоқ, сіз не істеп жүрсіз бұл ауылда? Ой, маған үй тауып беріңдерші. Тағдай олып шыққан тауармен сөйлесе бер. Атың кім сенің, балам? Менің атым ба? Менің атым Ринат. Ата, не ғой, сіз түсінесіз ба? Бұл ауылда бос үй жоқ. Қарасаңызшы маған. Бұл ауылда бос үй жоқ. Бүт үйлер бос емес негізі. Артыңдағы үйлер ше? Бұл артындағы үйлер бос емес. Бұл Дейлин Айшуақтардың өзінің қоймасы, магазины, оғышын бәрі. Сондай оғышын. Бәрінің егесі бар бұл жерде ше. Ой, маған тауып бермесендер өкінесіңдер, түсіндіңдер ма? Шілей қат кетіп баратқан жоқсыз ба? Маған десеңіз, неғып сойып тастамайсыз маған бәрібір? Детельдер өздері сөйлесіңдер, мынау кім қу жеріңдер мынаның. Соны айтам, көнбей жатыр ғой. Ұрып қу жерің десең, жасын сыйлап тұр просто. Жасын сыйлағандарын дұрыс. Аташка, оғышым үй жоқ, сіз кетсеңізші, былай қарай. Ай, сен менің кім екенімді білмейсің. Менің түрім айтып тұр ғой негізі біраз нәрсені мен. Ой, Аташка, сіз сияқты мың адам келеді осы ауылға ше. Қойыңызшы өтініш, и так проблема басына асып жатыр. Сізге қаяқта үй тауып берем, болмаса ажаға барып өзіңіз үйіңіз салып тұрыңыз сояқа. Соңғы сөзің қоя? Айт, болғанда, детельдер, мұна Аташкаң сәл опасныйлау сияқты ғой, өздерің сөйлесе бересіңдер ау. Жақсы, Аташка, мен кеттім. Атың кім дедің сен? Ринат. Мұна, неғып осы? Мен тегі қайта Майнкрафтқа оралып қабем, неғып бір түрлі адамдар көйіп кетті? Ой, ананың машинасын жөндеу керек. Ананың машинасын жөндеу. Анау үй тауып берді. Как будто мен осы ауылдың бір мері сияқтымын ше. Жарайды. Болмаса бете салайын. Мен мынаның машинасын жөндегендей болайын. Главный жүріп тұр ғой, главный жүріп тұр. Ручник істемей деген. Аккумулятор бұзылайын деп тұр екен. Ничего, жарайды. Ой, бұған ақша салмасам, бұл машина деген жөнелмейді ғой. Құрсыншы, жарайды. Бірақ ше, мен видео бастайыншы онында. Хей, барлықтарыңызға жалын сәлем достар, сіздермен бірге бұл мен Ринат Чотан. Қалайсыңдар достар? Достар, өзіңіз көріп тұрғандай бағанадан бері менде запись қосылып қапты. Достар, көрдіңіздер ма? Ана ата маған бір нәрсе істемекші ма? Атымды сұрады анау. Потом барып көре жатармыз енді, детельдерден бір кешке қарай сұра алмасам өзім, ё-моё.
бағанағы компьютерімді ойнауды жалғастырайын одан емам туалетке келмегелі бір 2-3 күн болып қалды ма бір нәрсе болды жаңағы жеделдер не қыпты соларға бір барып қайту керек еді ой ё-майё пісілді ата сіз не істеп жүрсіз мына жерде Ринат, маған үй тауып бер. ата мен айтып тұрмын басымда мәселелер жетеді қойыңызшы өтініш барыңызшы ана жеделдерге айтыңызшы тауып бер деп Сен неменеге маған айғайлап жатсың? маған бәрібір ше сен кімсің мен сені танымаймын да осы өзімен өзің келіп маған үй тауып бер деп бәле болдың ғой кет құры өкінесің әлі. кетші құлта есікті бүгін надоел шығып кетті ана ойына ұтыла бердім анау кеп бір машинаның машинасы итаки жөнделмей жатыр не болды бұл бір ершаттың компьютеріне барып отырайыншы компьютер қос компьютерім бар кетті ойнайық Тұр деймін мен саған, мынау ұйқылас, тұр. не қыбысып кетті қаяқтамын мен фу неге төсек андай төсекке жатпай қалды сендер не істегенсіңдер маған жынды ма не шеңбер мынау Мен саған айттым маған үй тауып бермесең не болады дедім, жаман болады дедім мен саған. мына ата алжан ба жетелдер мынаған үйін тауып берме қуыңдашы ауылға Ринат, негізі ше мына шеңберден шықпағаның дұрыс сенің. түсінбедім ал егер мына шеңберден шықсам не болады білмеймін, көрсей. өтірік ойнамаңдаршы пожалуйста маған ше өтірік ойнатудың қажеті жоқ мынаны қарасаңдаршы ал не болды ал ема неяқтан қайтадан пайда болғаным несі не істедің братан не істедіңіз Мен саған айттым ғой қиын болады деп. ата өтініш ата кешіріңізші енді қайталамайды ата жетелдер сені неғып жүрсің түсіндіреді шығарсаңдаршы мені бір бәле қылып Ринат, енді біз ештеңе істей алмаймыз. мен мынау шеңбердің ішіне қақ қойдым ба енді мынаның ішінде не бар тас жоқ бір сундук пен бір кровать несі мен мына шеңбердің ішінен қалай шығамын енді көресің енді өзің басың істесе шығасың ғой. ё-майё фу не мынау сас қонақ қайтадан шығып көрейінші өлмедім ғой неғып өліп қалып жатырмын мен қайтадан неяқтан пайда болып жатырмын ғой ё-майё достар не болып жатыр мен мына қызыл шеңбердің ішінде қалып қойдым қараңыздар мына ата бір нәрсе істеді осы ғой істеген не істеймін мен ағаның ішінде енді достар мына қараңыздар арада 3 сағат өтті достар мен әлі мына қызыл шеңбердің ішінде тұрмын достар қараңыздар мына сыртта жаңбыр жауып кетті ал мен мына жақтан қанша шықсам да өліп қалып жатырмын және де осы орыннан қайтадан пайда болып жатырмын достар ё-май менің үстімнің барлығы су болды ана жетелдер ешақпастар барлығы үйлеріне кіріп кетті достар мен не істеймін енді мына жақта жердің астына түсіп кімдер мыналар Қулыққа басма балам, мені ақымақ көресің ба сен? Ата, кімдер мыналар? Бұлар мені тыңдамай, осы қызыл шеңбердің ішінде мәңгі қалып өліп қалғандар. Ата, өтініш кешіріңізші мен байқамай қалдым, мен сізде онда екеніңізді білмедім ба? Сен сонда кім болса да дөрекі сөйлей бересің ба не, Ата, кешіріңізші, енді қайталамайды, ата. Құр орныңа! Ема, бәлесіне олақ. Ема, достар, менің астымда, достар, трупта жатыр.
мен бір ойбай бір миға салып бір астына бара қойын дегем. Көрдіңіздер достар, ішіне не шықты достар, қараңыздар. Ема. Мен мына қызыл шеңберден достар бір шығудың амалын табуым керек достар. Атаға не істесем де көнбей жатыр. Енді не істесем болады достар? Қазір пауза қойып достар, комментарияға жаз жеріңіздерші. Мен не істесем болады қызыл шеңберден шығу үшін достар? Зомби? Мынау қалай кіріп кетіп жатыр қызыл шеңбердің ішіне? Құр. Кеттіңдер, кет демейсіңдерге. Ема достар, мына жақта маған зомби атака жасап жатыр. Жоқ. Кет деймін саған. Қызыл шеңбердің ішіне шығуға болмайды маған. Кет деймін. Құр. Мына екеу достар маған жабылып жатыр. Сендер кет дедің ғой мен. Кетіңдер қызыл шеңбердің ішінде мен ғана тұра алатын едім ғой. Мына қалай кіріп кетті? Мыналар мені өлтіріп тастады. Кет деймін саған. Жаңбыр жоқ. Мына кет. Мә саған. Мына. Достар, қараңдар, мен не қазір қорғанамам. Еще достар, менің гейм мод режим алынып тастады. Жеделдер, келмейсіңдер ма көмекке? Хотя бы әңгіме айтып тұрыңдаршы. Не істеймін мен мына жерде? Күн шығып кетті. Сендер не істеп жүрсіңдер мынаның ішінде? Менің гейм модым қайтқан ба? Сендер қаяқтан жүрсіңдер, жетелдер? Кеше саған келмей біз үйімізде жаттық қой. Сол үшін ата бізді де мына қызыл шеңбердің ішіне кіргізіп жіберді. Сауап. Ата, дұрыс дегенсіз. Бұл жетелдерді аямау керек. Дұрыс дегенсіз ата. Жетелдер сендер енді мен енді болатын шығарсыздар. Жетелдер сендер білесіңдер ма? Мынаның астын көрсетейін ба сендерге? Жаңа біз барлығымыз көріп болғанбыз, асы қас көрмек тұрып та жатыр өжең. Сол сияқты барлығымыз боламыз енді. Десең ойнап айтам. Жетелдер уайымдамаңдар, шеш көруге тырысам. Ата, маған қарайсыз ба? Ата, үйіңізді мықты қып сап берем, ата, өтініш жіберіңізші. Андай труп секілді болуымыз келмейді ата біздің. Болды, мен қателігім түсіндім ата. Точно түсіндің ба? Ата, түсіндім. Болды, өтініш шығарыңызшы мен. Жарайды, сені ғана шығарам. Қалғандар тұра берсін. Жетелдер, уайымдамаңдар, сендерден шығарудың бір амалын табам. Енді бір төсек барлығыңа бір тар болатын шығар енді. Бірақ сонда да амалдап көруге тырысасыңдар. Ата, мен шыға берейін ба, өліп қалмайын ба? Жоқ, өлмей шыға бересің. Точно? Мә қорғады кезіңе. Ішінен олмады қоя. Оппано. Рахмет ата. Ата, енді сіз не қалайсыз? Айтыңызшы маған. Маған үй сағып берші. Сіздің айтқаныңызды істеу керек болды ғой. Жарайды, ата, мен сіздің айтқаныңызды істеп беремін. Мен сіздің айтқаныңызды істесем, одан кейін жетелдерді сіз шығарасыз ба ана қызыл шеңберден? Ойлап көрем, бар, құрыш істесең бар. Жарайды. Сәл алысырақ, атаға сәл алысырақ сап берем ойдым үйді. Достар, мен қазір өзімнің атаға тез өзбек режимді қос достар. Алдыңғы видеоларды кім көрмеді, кім көрді, өзбекпен бірге мен видео үй салған болатын. Енді қазір содан жасаған опытын көрсетіп боламын қазір достар сіздерге. Ата, жүріңіз, мен сіздің үйіңізді сап қойым, ата, жүріңіз қан. Тоша сап қойдың ба? Нормальды ма? Керемет қазір, көресіз барлығын, жүріңіз. Ата, мені қараңыз, мен сізге зәулім өзімнің барынша өзбек версиямды қосып, мені қараңыз, мен сізге сақ қойдым. Мына үй мощный ғой. Нормально, болды. Жетелдер ішінен шыға берсін. Болды, сақ қойдым. Точно сақ қойдыңыз ба? Болды, ата, рахмет, сау болыңыз. Мен артына еріп келеді. Мақұл жүре берсін, алжыған шалма. Болды, жетелдер, в общем, шыға беріңдер. Достар, мен бір үлкен кісінің айтқан орындамап достар, қараңыздар, мен қандай бәлеге душар бола жаздадым. Достар, үлкен кісілердің айтқан тыңдап жүріңіздер. Бүгінгі видео сіздерге де маған да сабақ болады деген ойдамын достар. Сіздермен бірге болған бұл мен Ринат. Давайте достар, ал мен машина жөндеймін.